Өзімнің докторанттарыма болмаса магистранттарыма айтамын, literature map'тен бастаңыздар деп. Өйткені оқыған нәрсе оқыған жерінде қалып кетеді. Мен тапсырма беремін, сіз 10-20 кем дегенде. Енді басында 20-30 деп берсеңіз, тапсырма мүлдем орындалмай қалады да. Кішкентайдан 10 әдебиетті мен аз-аздан беремін. 10 әдебиетті оқып келіңіз. Сосын жай оқымайсыз, literature map жасайсыз. Мақаланың аты қандай, оның негізгі ойы қандай, шығарылған жылы, негізгі енді біздерде нәтижесі құрал. Біздерде мысалы үшін қандай архитектура қолданылды да, терең оқыту алгоритмдерінің қандай алгоритмі қолданылды, кім онымен қандай есеп шығарды осы бағытта деп. Сосын literature map'ті кішкене өсіресіз, содан 20-30-ға, содан кейін жаңағы білім алушыдан несі пайда болады, өзінің ойы пайда болады, ойын жүйелейді. Мен анан жасаушы едім, мынан жасаушы едім деп. Мен бұны көбінесе мақала жазу барысында қолданамын. Содан кейін literature map'тен кейін менің магистранттарымның, докторанттарымның мақалалары жақсы жүреді.